Құрметті әріптестер, бұл күні қасиетті тәуелсіздігімізге орасан зор қатер төнді. Оны өздеріңіз видео экраннан көрдіңіздер. Көптеген ірі қалалар ғимараттары өртке оранып, астан-кестен болды. Басты құндылығымыз адам өміріне қауіп төнді. Президентіміздің қабылдаған батыл қимылдардың нәтижесінде ғана елге төнген қауіп қатердің беті қайтты. Ол күндері барлық заңдылықтардың бәрі бұзылды. Өкінішке орай қоғамда бейбіт митинг өткізу мәдениеті қалыптаспағандығын мойындауымыз керек. Адамдар жиналып көшеге шыққан кезде бейбіт митинг туралы заңның барлық нормалары бұзылды. Ұйымдастырушылар әкімдікті хабардар етпей, мыңдаған адамдар жинады. WhatsApp пен Telegram арқылы тәртіпсізге қатысушылардың жиналуы мен қозғалысын үйлестірген. Алматыда санаулы сағат ішінде бір топтың ғана ішінде қатысушылардың саны 5,5 мыңға дейін көбейді. Сол сияқты Жамбыл облысында шаттарда қатысушылардың саны 4 мыңға дейін өсті. Кейін топтар тобыр әсері орын алды. Адамдар полицияның заңды талаптарын орындамай қарсылық көрсетті, өртеді, тонады және күш қолданды. Бұл дегеніміз нағыз қылмыстық. Бұл үшін Алматыда арнайы көрші облыстардан адамдар толып келе бастады. Кейін жағдай одан әрі ұшыра түсті. Тек бір күні 5 қаңтарда 8 өңірде әкімшіліктерге шабуыл жасалды. Тәртіпсізге қатысушылар үшін олардың бірінші кезектегі объектісі болды. Олар биліктің символы ретінде басып алғылары келді. 5 қаңтарда қараған түні шабуылшылар Алматы әкімдігінің ғимаратына басып кірді. 1 сағаттан кейін Шымкенттегі әкімдікті ғимаратын шабуыл басталды. Сол күні сағат 15-те қылмыскерлер Атырау мен Қызылорда облысының әкімдіктерінің ғимараттарын шабуыл жасай басталды. Шамамен сол уақытта Алматыда шабуылшылар әкімдікті өртеп, президент резиденциясына қарай бағыт алды. Қорған және Алпамыс аңшылық дүкендері тоналды. Кейін олар қару-жарақты алаңға жеткізіп, митинге қатысушыларға тарата бастады. Алматының полициясы департамент пен бөлімдеріне шабуыл жасалды. Олардың мақсаты қару-жарақ бөлмелері болған. Сағат 18-де Талдықорған мен Ақтөбе облысы әкімдігін Семей қаласы әкімдігімен басып алды. Түнде бірнеше рет жасалған шабуылдан кейін Жамбыл облысы әкімдігін заңсыз кірді. Одан бөлек 5 қаңтар күні Алматы мен Ақтөбе халықаралық әуежайларын бір уақытта басып алды. Яғни ең қауіпті жағдай оңтүстік Астанада орын алды. Тәртіпсізге қатысқан көп адамдарды тоқтату құқық қорғау күштерінің мүмкіндігі болмады. Оның үстіне қызметкерлердің басым бөлігінде қару болған жоқ. Олар соңына дейін тек арнайы құралдарды қолдады. Бұл су атқыштар, резиналық таяқшалар және басқалар болды. Бірақ сол уақытта жүздеген тәртіп сақшылары жараланған еді. Оның ішінде оқтан жарақат алғандар да бар. Ал бір офицер қалалық әкімдікті өртеген кезде тірідей жанып кетті.